Армысыздар, құрметті көрермендер. Арнама жазылмаған болсаңдар жазылып, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба ауылдағы үйлер бір-бірінен шалғай жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықтықта болатын. Бір-бірімен аралас құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс-жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі шабандоз Ермұрат жаурынды, бойшақ келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апа бойы кішкентай және өзі өңсіз болатын, өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да көшеге шығып қашпайтын, төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузының көгергені қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ер жеткен бір ұлы болды. Қызы әкесінен тартқан сұңғақ, аққұбаша келген әдемі, ал ұлы анасына тартқан болу керек. Аласа бойлы, өңсіздеу әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен. Ең жақын туысы да жоқ. Қалың мал төлеп алуға шамасы болмаған соң бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де төркініне кетіп қалмайтынын көпшілік сонымен түсіндіретін. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп томшылайтын. Бүгінгі күні ойлап қарасақ, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5-ші сыныпта бітірген жаста Ермұрат ұлы Пашанды үйлендірді. Ел жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан бесік құда болған, қыздың әкесі де шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе аруына қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашаның келіншегі Батима қос бұрымы белден төмен түскен сұлу еді. Бойы да пашадан ұзын болатын, елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар шығар, әйтпесе мынаған қалай тиіп жүр десе дейтін. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп те өсектеп жүрді. Бірақ Патиманың кемшілігі де, көтеріліп ауырғаны да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып, үйден шықпай жатып қалды. Біз біреулер Ермұрат ұрып майып қылып тастапты деп естідік. Не болғаны белгісіз, Тұрсынай апай қыста қайтыс болады. Ермұрат көкпар шауып нәпақа табатын, сол кездері әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан еш құр қол қайтпайтын, кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын, ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Мұндай кездері үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдес екен деген сөз шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашаның да құлағына жеткен болу керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылып өлді. Пашан өлгенде Патиманың бойында ештеңе болмаған, сондықтан ауыл адамдары Пашаның жетісі өткен соң Патима төркініне біржола кететін шығар деп күтті. Алайда Пашаның 40-ы өткен соң да Патима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Патимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үйдің төңірегінде өрбитін. Арадан 7-8 ай өткенде Патима үйден шықпайтын болды. Бұрында көп бара бермейтін ауыл адамдарды Пашаны өліп өсең аяң көбейген соң сол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кеткен болар. Патиманың жағдайы білейін деп барған көршінің әйелі тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанын үстіне түседі.
Сол күні-ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде патшаның жылын берді Құдай асқа барған ауыл адамдары Патиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көреді. Бір қызығы, бұған дейін Патиманы жерден алып жерге салып келген ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бар күнәні Ермұраттан көрді. Ақсақалдар жиналып Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Патиманың ай күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Патима ұл тапты. Қанша кінәласа да ауыл әйелдері барып Патимаға аяқ қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдары да баланың буын қатқанша көш деп мазаламайық деді. Bir күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып, кешірім сұрайды. Батасын беріп, молдаға Патима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Мұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреуі олай дейді, біреуі бұлай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Патимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арадан 3 жыл өткенде Ермұрат пен Патима 2 баласымен басқа жаққа көшіп кетеді. Бәлкім өздерінің бастан өткендерін есейгенде балаларымыз білмесін деп шығар. Бала кезімізде ауылда болған осы бір оқиға ойымнан кетпейді. Ауыл десе де ұлтымызға жат болған бұл жайт кейін шу болмасын деп ұмтылды. Осы оқиғаны жазып отырғанда мойнымда кінәлауды көре кешірімділік басын болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайды кешіріммен қарауға бола ма? Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.